Сәлем достар, бүгін мен қолдың тауығынан диеталық тамақ жасаймын. Сорпа. Ең алдымен осы тауықты әдемілеп бөліктерге бөлемін. Енді бұл бөліктерге бөлу үшін күш керек. Мынандай майларын алып тастаймыз. Диеталық тамақ көбінесе сахары бар адамдарға жақсы бұл тамақ. Бұл 1 сағатта тез піседі бұл тамақ, себебі бұл тауық боламен, балапан тауық, қолдың тауығы. Окорочка сияқты тез піседі. Мінекей, енді осылай турап алдым әдемілеп. Енді оған 2 пияз. 2 пияз қосам, және 1 дана сәбіз, асқабақ қосамын. Асқабақ пен сәбізді ертерек салғаным. Езіліп піссе жақсы болады. Кейін тауығым пісуге шамаласқанда картошкамен тағы асқабақ қосымша сала беремін. Мінекей. Пиязым. Сәбіз, асқабақ. Помидор қоспаймын, помидордың орнына томат қосамын. Томатты да аз мөлшерде, кішкене ғана тек қызартса болады. Міне енді қуырып бастаймыз тамағымызды. Газымызға қазанымызды қойдық. Енді кішкене ғана қуырмалағанға, міне көп емес, осындай сармайдан. Әйтпесе майы көп болып жылтырап кетеді. Міне пиязымды саламын. Сәбізімді саламын. Салдым енді. Осындай тұз салам, кейін суын құйғаннан кейін, суы қайнаған соң, дәміне қарай тұзы аз болса, кішкене тағы тұз саламыз, бірақ тұзы қатты басым болмауы керек. Міне томатымыз. Және тауығымыз. Енді үстіне суымызды құямыз. Менің суым қайнап тұрған су. Өзім әдейі қайнатып қоям, бірақ ет асқан жағдайда ол кезде бірінші мұздай су құйып, сосын қайнаған су құямыз, әйтпесе етіміз қатты болып қалады. Мінекей, ет осындай көлемі қатты қызармау керек, орташа. Енді бетін жауып қайнағанын күтеміз. Мінекей достар, әдем болып қайнап жатыр. Мынандай бетінде көбіктерін жайлап алып тастаймын. Себебі айтып отырмын, қатты қуырмай, судың өзіне қайната береміз. Тауықтың терісін алып қайнатсаңыз да болады. Енді астын басып піскенін күтеміз. Піскен кезде картошкамызды және асқабағымызды саламыз. Тұзын, дәмін көріп тұрамыз. Міне достар, 1 дана картошка және асқабағымыз
мінекей тамағымыз күшті қайнап жатыр екен. Енді осыған картошка мен асқабақты салып қайнатамыз. Кем дегенде 20 минут қайнайды пісу үшін.